Алматыда қала экологиясын жақсартуға бағытталған маңызды ғылыми тәжірибелік жиын өтті. Онда жасыл желектерді қорғау, экологиялық тепе-теңдікті сақтау және зиянкестермен биологиялық әдістер арқылы күресу мәселелері талқыланды. Басқосуға еліміздің жетекші ғалымдары, салалық сарапшылар, мемлекеттік органдар мен экологиялық ұйымдардың өкілдері қатысқан. Олар өзара тәжірибе алмасып, ғылыми зерттеулер мен нақты практикалық шешімдерін ұсынды. Нәтижесінде Алматы қаласы әкімдігі мен ғылыми мекемелер арасында ынтымақтастықты күшейтуге бағытталған меморандумға қол қойылды. Бұл құжат болашақта қала табиғатын қорғауға және экологиялық саясатты дамытуға тың серпін бермек. Тема совещания – это внедрение. Алматыда жасыл желектерді қорғау және зиянкестермен күресте биологиялық әдістерді енгізу, мемлекет басшысы атап өткендей, қаланы экологиялық тұрғыдан дамыған жасыл қала мәртебесіне жеткізу жолындағы алғашқы нақты қадамдардың бірі. Біз табиғатқа зиян келтіретін химиялық өңдеуден бас тартып, орнына қауіпсіз әрі тиімді биологиялық тәсілдерге көшуіміз керек. Сондай-ақ мұндай бастамаларды жүзеге асыруда ғылыми ұйымдармен, сарапшылармен және қоғамдық бірлестіктермен тығыз ынтымақтастық аса маңызды. Айта кетейік, қала аумағындағы жасыл желектерді биологиялық өңдеудің 3-ші кезеңі аяқталуға жақын. Аталған жұмыстары биылғы сәуір айынан басталып, кезең-кезеңмен жүргізіліп келеді. Жасыл желектердің жай-күйін жақсартуға бағытталған шаралар барысында тұрғындардан түскен 2000-ға жуық өтініш қаралған. Бірінші кезеңде мамандар қала бойынша 2,3 миллионнан астам жасыл желекті тексеріп шығыпты. Ендігіде мамандар аула ішіндегі ағаштар мен бұталарға қажетті өңдеу шараларын қарқынды жүргізіп жатыр. Нәтижесінде тұрғындар тарапынан келіп түсетін шағымдар саны айтарлықтай азайған. Қазіргі таңда Алматы қала бойынша өңдеу жұмыстары жүргізілуде. Әкімшілікпен біз өңдеу жұмыстарын 20 сәуірден бастадық және 4 кезеңде болып келеді. Қыркүйек айына дейін жалғасады. Сәуір айынан бастап бізде 2000-ға жуық тұрғындардан өтініш келіп түсті. Қазіргі таңда өтініштердің бәрі толыққанды орындалды. Және де қазіргі таңда өтініштер азаюда бастады.